Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про арнасына келген оқырмандар және көрермендер. Мен сіздерге бүгін осы бағдарлама туралы, яғни J-Market бағдарламасы туралы сіздерге кішігірім ақпараттар жағын қалай қолдану керектігін түсіндіріп өтетін боламын. Экранда, яғни J-Market скачать деп тұрған предложение, ол бізде тек қана Android бағдарламасына ғана өтеді. Яғни сіздің телефоныңыз Samsung болса, Huawei болса, және де Xiaomi болса, Oppo болса, ол бағдарлама сізге өтеді. Ал егер сіздің телефоныңыз iOS құрылғысы болса, яғни iPhone болса, Apple компаниясының продукциясы болса, сіздің құрылғыңыз, онда сізге ол бағдарлама өтпейді. iPhone-дарға тек қана жоғарыдағы J-Market бағдарламасы өтеді. Сол бағдарламаны, iPhone-дарға өтетін бағдарламаны қалай жасау керектігін сіздерге үйрететін боламын. Ал Samsung бағдарламаларына қалай өтетіндігін мен Алла қаласа ертеңгі сабақта үйрететін боламын. Ең алдымен TikTok-қа кіресіздер. Осы видеоны өзімен сохранить етіп алғым келіп тұр. Қазір мен сіздерге сол бағдарламамен сохранить етілген видеоны және TikTok-тың өзімен сохранить етілген видеоны көрсетемін. Мына жерде поделиться кнопканы басып, сохранить видео деп TikTok-тың өзінен сохранить етіп алам. Ең алдымен сіздерге көрсету мақсатында екеуінің айырмашылығын. Ал поделицаны басып, скопировать деп сілтемені скопировать етіп аламын да жаңағы J-Market бағдарламасына апарамын. Бұл жерде бағдарламаның іші ағылшын тілінде, бірақ өте жеңіл түсініп алуға болады. Біріншісі жаңағы скачать видео дегенге басамыз. Жаңа TikTok-тағы видеоны мына жерде сізге қалай істелу керектігін айтылып тұр. Мысалы, біріншісінде TikTok-қа кіріңіз деп тұр, екіншісінде соны скопировать етіп алыңыз, сосын мында әкеліңіз, сосын вставить басыңыз, содан кейін өзіңіздің галереяңызға жүктеп алыңыз деп тұр. Мына жерде paste деп тұрған, ол копировать ету деген. Соны бастаңыздар, жаңағы копировать еткен сілтемені осы жерге қоя аласыздар. Ал қасындағы get video деген видеоны скачать етіп алу деген сөз. Жүктеп алу, яғни соны басасыздар. Сол жаңағы get видеоны скачать еткен кезде осылайынан шығады. Жаңағы алған видеоңыз, осыны бетіп скачать етіп аласыз. Бұл проценті толады. Мінеки дайын видео. Осы жерде видеоны көру, немесе оны галереяңызға скачать ету деп тұр. Мен сол галереяға өтем. Адамдарға шындық айтсаң сенбейді, өтірік айтсаң сенеді. Мінеки көрдіңіздер, жанында ешқандай жарнаманы көрініп тұрған жоқ. Достар, енді мен сіздерге галереяға кіріп, жаңағы екі видеоның айырмашылығын көрсететін боламын. Мінеки мынау біздің жаңағы TikTok-тан скачать етіп алған видеомыз. Көріп тұрғаныңыздай реклама жүріп жатыр да, TikTok-тың эмблемасымен және де Нұрбақыт аккаунты осылайынан көрініп тұр. Ал жаңағы бағдарламамен скачать еткенімізде көріп тұрғандарыңыздай ешқандай жарнама жоқ. Сіздерге ақпараттар пайдалы болып жатыр деп ойлаймын. Бұйырса, Алла қаласа, келесі сабақта осы J-Market бағдарламасының Android-тарға қалай жұмыс жасайтын, яғни Samsung, Huawei, Oppo және де Xiaomi телефондарына қалай жұмыс жасайтынын көрсететін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше төменге лайктарыңызды басып отырыңыздар. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұйырса, Алла қаласа, монета туралы сабақтарда шығады. Асыға күтіңіздер. Сау болыңыздар.